Алматы облысына қарасты Есік қорғанынан табылған алтын киімді адамның біздің заманымыздан бұрынғы 5-4 ғасырларда өмір сүргені анықталды. Алтын адам Қазақстан үшін ғана емес, бүкіл әлем үшін баға жетпес мұра. Сақ дәуірінде өмір сүрген Сақ ханзадасының ғұрыптық кешені құнды тарихи дерек көздері болып табылады. Есік қорғанынан алтын адам табылған күн археолог ғалым Бекмұхамед Нұрмұхаметұлы үшін және қазақ археологиясының тарихы үшін естен кетпейтін ерекше күн болып қалды. Сәлеметсіздер ме? Эфирде ұмытпаймыз. Бүгінгі бағдарлама Есік қорғаны археологиялық қазба жұмыстарын жүргізу экспедициясының кіші ғылыми қызметкері, Есік алтын адамын табуға себепші болған археолог, тарихшы, қайраткер тұлға Бекмұхамед Нұрмұхаметұлын еске алуға арналады. Студия қонағы ғалымның ұлы зерттеуші ғалым Арман Бекмұхаметұлы. Қош келдіңіз. Сізді осы біздің студияда көргенімізге өте қуаныштымыз. Жалпы біз болсын, өзінің қоршаған ортасы болсын, жанында жүрген адамдар болсын, ол кісіні Бекен ата, Абыз ата деп атайтын, е? Жалпы Бекен атаның ұлы болу сізге қандай жауапкершілік жүктейді? Әрине өте үлкен жауапкершілік, өйткені әлі де мені мысалы мен танымайтын адамдармен таныстырғанда мұны алтын адамды тапқан кісінің ұлы деп таныстырады. Сол неше рет мені таныстырады, сонша рет жауапкершілік есесіне алам. Сол себептен өзімізді енді дұрыс ұстау керекпіз. Жұрт деген қарайды ғой, байқайды, ұрпақтары қандай екенін, дұрыс жолда екен дегендей, ол енді дұрыс тәрбиені білдіру керекпіз, дұрыс жолды ұстау керекпіз. Енді әкеміздің ізімен 4 ұлының 2-і өзінің жолмен, археологиямен болмаса да, жалпы волонтер болып, көмекші болып, зерттеп жүрміз. Ұлы даланың тарихын зерттеп және насихаттап. Мен және кішенім Бек. Сол жауапкершілікті білмеймін, атқарып жүрген сияқтымыз, оны енді елдің өзі айту керек. Алтын адам дегенде біз енді Қазақстанды елестетеміз, бүкіл елімізді, өйткені соның бір бейнесі тәрізді. Біздің тәуелсіздіктің тұғыры болып тұр алтын адам, е? Алтын адамның әрбір әшекейлерінің өзі біздің әрбір жәдігерлерімізде қолданылып жүр. Өйткені біз сол арқылы мақтанамыз әлемге, бүкіл өркениетке мақтана аламыз. Оны тапқан адамды біз ұмытып бара жатқан жоқпыз, оның еңбегі, тапқан кездегі көңіл күйі, әкеңіз қалай сіздермен бөлісуші еді? Тарихын білетін шығарсыз. Әкеміз мен басында ортада көрде түкте болмай қалғаны есіңізде ғой, бірінші. Сонда әр археолог техниканы жинап, жұмыскерлерді жинап қайтады ғой үйге. Бірақ әкеміздің бір сезім болды да, осы бітпеген сияқты жұмыс деп, ол кезде тарихта айтылады, бульдозеристке тағы бір рет алып тасташы дейді, жан жағынан. Мынандай жерде бір кішкентай алаң, дөңгелекше сәуле түскен сияқты. Сәбелік айтамыз, саба. Ана бір жерден шетте бульдозеріңді оталдырып, 1-2 сөрі жүріп берші дедім. Жарайды кет, оталдырып, бір 4-5 рет итілгеннен кейін мынандай бүйірінен шығады. Арғарай күрекпен арши бастап ет, үлкен көр шықты. Көрдің терістік беткейінде алтын адам жатыр екен. Сол кезде нақты түсінді. Мына ашылуы қолымда деп. Бірақ әрине ол кезде жан-жағын тазалап шығу керек 100% біліп тұру үшін. Жан-жағынан тазалап шықты да, сандық сияқты әп-әдемі, бірақ ашылмай әлі тұр. Сол суретте тарихта сақталынған, тарихта онша айтылмайтын жағдай әкемізде кәдімгідей сынақ болған. Өзім ашсам қазір, атым тарихта қалады деген.
ол кезде былай ойлады, жоқ, мен өзіме ғана емес, мен достарыммен, коллегалармен, ұстазыммен бөлісу керекпін деп. Сол енді сезім, сол ой жеңді, барып қалаға звондады, археологтарды, Кемел әке шықты, және тағы басқа археологтарды шақырды. Осы ашылумен бөлісу үшін. Бекмұхамбет Нұрмұхамбетов алтын адамды өз қолымен қазып алған адам болса, бұл құнды жәдігерді ғылыми айналымға енгізген тарихшы Кемел Ақышев еді. Кемел Ақышев еш жерде ешқашан мен аштым деп жұрт алдында айтқан жоқ, ондай сөз таба алмайсыз. Ол кісі кітап жазған. Әрине, әдемі, кәсіби бір кітапты шығарған. Ол кезде бұлар келісімге келген. Не себептен кейбіреулер сұрайды, не себептен сенің әкең тапса, Кемел Ақышев не себептен кітапты шығарған. Ондай дәрежеде әкем ол кезде 35 жастағы жас археолог. Соншама мұның керемет бір ашылуы ғой, алтын адам деген. Әрине. Өзіңіздің әкеңіздің археологияға келу қызығушылық қайдан туған? Ол археолог болам деп ойлаған жоқты. Өзінің математика жағынан өте керемет болған, сол математикаға түсем деп ойлаған. Енді ауылдан шыққан, тек қана әскерге барғанда орысша үйрене бастаған жігіт қой. Сол кезде орыс тілінен бал жетпей қойды да, ол кезде емтихан тапсырады. Бәрі орыс тілін тапсырады. Сол бал жетпей қойды да, енді математика өте алмады, ал тарихқа жетті. Сол себептен тарих факультетке түсті, ал бірақ басында тарихшы болам деп ойлап жүрді да, бірінші курста. Ал бірақ бірінші курстан кейін міндетті түрде тарихшыны, студенттерді археологиялық практикаға шығарады екен. Сол кезде қызығушылық пайда болды. Кең далада енді өмір бойы енді өсіп, тәрбиеленіп, соның археологияның дәмін палаткада тұрып, кең жер, еркіндік дегенде, сол ұнады да, бірінші курстан кейін археолог болам деп шешті. Қазіргі өзіңіздің енді толысып, өмірге көзқарасыңыз қалыптасқаннан кейінгі былай оқиғаға сырттан қараған кезде, ол бәрібір адамның маңдайына жазылған тағдыры ғой, қалай қарайсыз? Дәл солай бабамыз тағдыр маңдайға, тағдыр пешенеге жазылады дейді. Оның кішкентай кезіндегі тәтеміз айтатын ғой, мен өсем, мен профессорым боламын деп жүреді. Сол кішкентай бала профессор дегені не екенін толық білмей тұрып, қалай ол сол сөз аузына түсе береді. Кішкентай бала көріп жатсыз ба? Тағдыры жазылған деген осы. Кемел Ақышевтың қазақ археологиясындағы орны ерекше ғой шынымен де. Соның өзінің жазбаларында болсын, өзінің сұхбаттарында болсын, өзінің шәкірті Бекен атамызды, Бекмұхамбетті өте жоғары бағалап отырған. Соған және өзі бір ғылыммен айналыссаңшы, ғылымда өзің жаңағы зерттеу жұмыстарын жасасаңшы деген ақыл кеңестер де болған екен. Бірақ одан көрі, теориялық жұмыстардан көрі атамыз жаңағы даладағы қазба жұмыстармен айналысқаны жақсы көреді екен. Кішкентай кезіңізде еске алсаңыз, әкеңіздің қандай бір сізге деген тәрбиесі, немесе үйде болған кезде не үйретуші еді? Үйрететін енді талай ғой. Біріншіден қазақтың даласына сондай ғашық болған ғой. Біз сол үшін оған алғыс білдіреміз, өйткені қалада туып өссек те, жыл сайын жаз бойы айдалада жүреміз, өзімізбен өзіміз, еркін өмір, мына бұлақтан су ішіп, тауда ойнап мысалы. Сол кезден бері мен қалаға онша қызығушылық та жоқ. Мысалы, мен көбінесе ауылда тұрамын. Ауылда адам қарапайым, тыныш, ауа таза дегенде, сол сияқты. Енді содан бастап талай затқа үйреткен, әрине, біріншіден енді ең негізгі өсиет әкеміздің екі сөз ғана айтатын, негізі ниет деп. Өмір бойы қандай мәселе шықса да, негізі ниет деп. Әр мәселені шеше береді. Ниет бар болса, істе дейді. Ниет жоқ болса, керек емес дейді. Сол себептен біз ниетке ғана қарап, адамның ниетіне қарап, мысалы, онымен қатынасамыз, өзіміздің ниетімізге қарап істейміз, немесе істемейміз.
ниет деген өте мағыналы, сондай қасиетті адамның ішкі сезімі ғой. Егер ниеті жоқ болса, істеп жүрген істерің мәнсіз дегендей. Ақиқат деген не үйреткен, мысалы, қазір күлкілі, енді жас кезімізде әрқайсымызда ондай болған шығар. Ақиқатты іздей бастаймыз ғой, рухани ізденіс дегенде. Сол кезде әкеміз саған жалпы не керек деп сұрады да, мен айттым, маған ақиқат керек, ақиқатты тауып, ақиқат бойынша өмір сүргім келеді деймін. Ол сол кезде айтады, ал менің ойымша ақиқат адам өмір бойы іздеу керек дейді. Өмір бойы іздеу керек. Сол ізденістің өзі ақиқат. Егер адам ақиқатты таптым десе, жоғалтты. Егер адам жоқ, ақиқатым әлі қолымда емес, әлі ізденіп жүрмін десе, ақиқатты тапты деген ойды маған жеткізді да. Не деген философия, иә? Ол кезде нешеде, 40-тан асқан шығарма, 50-ге жақын ба сол. Әлі жас деп айтуға болады, бірақ көріп отырсыз, ақылы. Қанша сөйтіп талай нәрсеге үйреткен. Не істесең де болашақ үшін. Тамашасы мынау. Мына шалды, таңертең мен ауылдан сенбесеңдер менімен бірге жүріңдер. Мына Есік қаласында аттаған сайын 6 жастан 60-ға дейінгі адамдар ассаламағалейкум бекен аға, ассаламағалейкум бекен. Кімнің арқасы, ненің арқасы? Одан артық не құрмет керек? Және де өзіміздің еліміздің тарихымызға, ұлы даланың мәдениетке, дәстүрлерге. Біздің үйімізде, құдайға шүкір, қазір күліп айтамын да, былай қабырғаларда Google болған деп. Өйткені кітаптар толған. Ештеңе мынандай қымбат нәрсе жоқ, бірақ кітаптар ғана. Кез келген сұраққа кітап табуға болады да, жауап табуға болады. Соған үйреткен, білім дегенге үйреткен. 90 жылдары еліміз тәуелсіздік алды. Әрине ол біз үшін өте қуаныш, бірақ тоқырау жылдар қатар келіп жатты да. Бүкіл ауылды тастап, елдердің бәрі жұмыс істеп, күн көріс үшін қалаға ағылды. Ал сіздер кезінше қаладағы өмірлеріңізді тастап, әкеңіз ауылға қарай бет бұрды. Сол кездерде есікке кіре берістегі қазақ үйді тігіп қойып, сол жерде әрі-бері өткен адамдарға, сол алтын адамның тарихын айтып, келіп кеткендердің жанын, соларға бір өзінің өмірден түйгенін айтып, бөлісіп жүретін. Оны не мәжбүрледі? Әлде оның жанының қалауы болды ма? Сол қызық қой, ол өмір бойы өзінің ойына не келеді, соны істейді. Соны істегенде оның тек қана болашақта түсінікті екенін, түсінікті болатынды. Енді сондай талай істерді бітірген. Мысалға айтайын, ол кезде совет үкімет кезде орысша айтқанда новостроечный отдел дегенді ашты. Әр мезгілде қаза береді. Сол үшін осы бөлімін ашып, кез келген кезде тіпті қыстада қазба жұмыстармен айналысып жүрген екен. Өз-өзіне сондай жұмыс тауып. Ал енді сол жұмыспен кейбір археологтар, заманауи археологтар миллионер болып кете береді ғой. Талай сол тапсырмаларды тауып. Ол кезде енді бір жаңа жағдай болған. Сол сияқты Есік қорғандарда мұражай ашам деп, кәдімгідей бір қазір сол белгілі жағдай, әр археолог қазған қорғанды мұражайға айналдыруға тырысып жүреді. Өйткені тек қана қазып тастап кете бермей. Ол мұра ғой, елде қала берсін, жергілікті ел мақтанып білсін деп. Ол енді біздің әкемізден басталған сондай бір шара. Есік қорғандар ерекше ғой. Егер алтын адам еліміздің кәдімгідей ресми түрде символ болса, егер сонша мағынасын біз беріп жүрсек алтын адамға, алтын адам табылған жер неге мұражай болмайды? Сол қазір кәдімгідей бір
паркқа айналдырды ғой. Бала мұражай ретінде бастады да, кейін ол Иә. кәдімгі үлкен есік мұражайына айналды. Иә, қазіргі кезде бүкіл туристер сондан барып көруге болады. Алтын адамның тарихы, қалай ол жүзеге асты, қалай табылды, соның бәрі қолмен қойылғандай тұр. Және сол жерде Бекен атамыздың өзінің жұмыс бөлмесі бар екен. Сол жерде қол тиген заттары тұр дейді, әлі тұр ма солар? Иә, әлі өзі жұмыс істеген кабинет мемориал жасады да. Ол кезде оның заттары бәрі сақталынып тұр. Әсіресе өзі қайтыс болған, өкінішке орай қайтыс болған күні экспедиция шығайын деп тұрды ғой, дайындап, толық рюкзак жинап, таңертең жолға шығам деп, сол рюкзак заттары толған әлі тұр. Иә. Қалай, нағыз актер айтады ғой, сахнада өмірден өтеді деп. Сол сияқты нағыз археолог өзінің жұмысына дайындалып жатып, сол кезде мезетте өмірден өтті дейсіз ғой. Сіздер тұрған кабинет бұл Бекен атамыздың бөлмесі. Осы кісінің өзінің қазіргі уақытта мемориалды бөлмесі болып саналады. Осында көз алдарыңызда тұрған, мысалға мынау өзінің отырған орындығы, өзінің жұмыс істеген компьютері, сонымен қатар салтанатты киімі деп атайық. Бұл кісіні біз Бекен абыз деп айтатынбыз. Осы көбіне ақ киім киіп жүрген жақсы көретін өзі де. Бекен ата туралы оның бүкіл қасиеті, оның болмысы, оның өмірге деген құлшынысы, өмірді тануы туралы бір соны танытатындай бір үлкен бір фильмдер түсірілді ма? Жоқ, әлде тиіп қашып әр жағынан бер жағынан жүрміз бе? Біз осы Бекен атаны толық тани алдық па? Толық өкінішке орай не кітапта жоқ, өмірін жайлы, не фильмде жоқ. Шет жағынан түсіріп жатыр, әрине. Жалпы алтын адамға арнап, арасында ол жайлы да. Сөйтіп оның да аты шықты ғой. Ал бірақ өзіне арналған сондай фильм әлі жоқ. Енді біз биыл 90 жылдығы ғой. Мұражайдың 15 жылдығы және алтын адамның табылғанның 55 жылдығы. Соған арнап, мүмкін егер бәрі дұрыс шешілсе, ойдағыдай болса, онда сондай фильмді түсіреміз деп үміттеніп жүрміз. Ойларыңыз бар сондай, иә? Өмірге деген көзқарасы туралы өзің жазып кеткен күнделік ондайлар бар ма, жоқ па? Күнделік жазған жоқ, өкінішке орай. Мысалы үшін фильм түсірсеңіз, сіз неге негіздейтін едіңіз? Не басты мәселе, басты мақсат не болатын еді? Нені көрсеткіңіз келеді? Біріншіден, ол кісінің жалпы өзінің ерекшелігі кішкентай кезінен көрінеді деп тұрмын ғой, кішкентай кезінен өзін профессор деп тұрмын. Сосын қалай әскерде мысалы болғанда ол жерде ең керемет атауларды алып, сол себептен оны оқуға түсуге оған мүмкіндік берген. Сосын оқығанда университет Казгуда оқыды ғой. Ол жерде оқығанда қандай керемет оқыған, ең дамыған студенттердің бірі болған. Сосын институттан кейін келіп жұмысқа түскенде, ол кезде тарихи институттың, тарих, этнография, археология институты деп аталған, оның ішінде археология бөлімі ғана болған. Сол кезде Кемал Акишевке бірінші жұмысқа шыққан күні, білетін шығарсыз, ол кезде археологтар етік киіп, галифе, шалбар, әскери түрде, штормовка, беретка киіп, сондай әскери түрмен кәдімгідей мына солдаттардың бір бар ғой, маршпен келіп, баяндау беріп, сөйтіп әскери ресми түрде сол баяндау береді. Былай дейді ғой, археолог Нурмухамбетов для прохождения археологической службы прибыл деп кәдімгідей дауыс бүйтіп бас қой, естисіз ба, сөйтіп кәдімгідей баяндау берді да, содан бері, сол бірінші шыққан күннен бері солдат ретінде қызмет істеді ғой, аяққа дейін. Түсінесіз ба? Отан алдында ант бергендей болды дейіңізші? Өмір бойы енді неше адам онымен қатысқан, бәрі де байқаған, өзі бойы биік болмаса да, бір боксер сияқты ғой, спорт сол. Әрқашан шайқасқа дайын боксер сияқты. Түні күні дайын жұмысқа деген, мысалы бірдеңе жазу керек болса жазады, айдалаға шығу керек болса
дайын болып тұрады. Сондай ғылыми солдат деп айтуға болады, археологиялық солдат деп. Мен оны сержант археолог деп атаймын. Өзі генерал болмаса да сержанттар болады ғой, енді өте мағыналы сержанттар болады. Сол атауы алмаса да ешқандай үкіметтен сый бірдеңе алған жоқ өмір бойы. Иә. Оған өкінген де жоқ. Керегі де жоқ. Керегі де жоқ болды. Тек қана сол айдалада жүріп, қазып, шайқа қатысу деген сөз ғой. Сол өте қызық фильм болады деп ойлаймын. Өзін солай түрлі оқиғалар, қызық сөздерін еске алсақ, өте қызық болады. Өзі танығансыз ғой, кісіні қалжыңбас болған ғой. Күліп жүріп, ойнап жүретін. Сондай қызық, күлкілі комментарий жазып отырады екен, әңгімелесіп. Кейбіреулер таңғалады. Біз оның қайтыс болғанын жариялағанда таңғалады екен. Міне жарты сағат бұрын маған сондай күлкілі бір қызық комментарий жазған, қалай ол мүмкін емес деп сенбей қойды. Түсініп отырсыз ба? Сондай міне енді қазақи болғанда қалжыңмен сондай адамның көңілін көтеріп, өзіңіз білесіз, күлгенде де өзі ерекше болғанда, сол өмір бойы есте қалады екен адамның. Мұралардың не айтып тұрғанын жазсаң, өзіңнің болмысыңмен, ішкі дүниеңмен, ол кандидаттық диссертациясының талабына сай келмейді. Сонымен ғылым қалды. Ал таным бар. Оның тану жолының кәсіби жағы ғылымиятта қалу, ал болмыстық жағы іште. Атамұраның рухани айтатын болмыстық жағдайын ұғатыным өзімде. Қазақ қанша өмір сүрсе бұл ғаламда, сонша алтын адам туралы айтылады. Сол алтын адам тапқан адам, ол Бекен ата туралы міндетті түрде айтылады деймін. Ендіше біз өмірден өткеннен кейін қандай да бір еске алу шараларын жасалды ма? Не 90 жылдығы болып жатыр, қандай да біреулер сізге шығып осы Бекен атаны еске алайықшы деген бір ұсыныстар болды ма? Ол енді көзі тірі кезде алтын адам деген әңгімені онша ұнатпайтын. Өйткені не жабысып қалдыңдар дейді бір алтын адамға, оны зерттей берсе ол шыға береді дейді. Өйткені біздің бабамыздың тарихы, мәдениеті, мұрасы жалпы шексіз ғой. Оны зерттеу үшін талай ұрпақтар, талай ғасырлар керек. Сол жұмыс істеу керек дейді, зерттеу керек дейді. Сол енді үкімет жағынан өзінің құрдастарынан, шәкірттерінен жағынан түрлі енді ұсыныстар шыға береді. Мысалы, атын бір мектепке берейік па деп, көшеге берейік па деп. Оның енді өзіңіз білесіз, өзіне де ұнамаған, ондай әңгімелер керек емес деп санаған. Екінші жағынан негізі ол өзі секілді солдат болды дейміз ғой, өзі өзіне секілді солдаттарға не керек? Оның есімі тарихта қалған емес, еңіз керек қой. Біздің еңізіміз ол немене? Ол тарихымызды зерттей берсек, түрлі қызық бабаларымыз жайлы қызық жақтар аша берсек, елге жеткізсек. Егер біз бүкіл еліміз, қазақ елі, өзіміздің тарихын біліп жүрсек, бағалап жүрсек, ұрпақтарымызға жеткізіп жүрсек, мақтанып, қазақ болып, қашан біз қазақ боламыз, қашан біз ұлы даланың, ұлы цивилизацияның өкілдері боламыз, сол кезде еңдік деп санаймыз. Сол кезде әкеміздің де тағы басқа тұлғаларының аттары ешқашан өшпейді деп мен ойлаймын. Сол себептен біз сізге де ерекше бір алғыс, әкемізді ұмытпай шақырып отырғаныңыз үшін. Осы сияқты журналистер осы тақырыптарды қозғай берсе, насихаттай берсе бабамыздың мұрасын, онда сол ғалымдардың, зерттеушілердің, насихаттаушылардың аттары ешқашан өшпейді. Сізге көптен көп рахмет айтамын. Аман жүріңіз. Негізі ниет. Негізі ниет,
Бүгінгі бағдарламада биік рухтың иесі атақты археолог, тарихшы, музей танушы, әйгілі алтын адамды тапқан ғалым Бекмұхамед Нұрмұхамедұлын еске алдық. Ол өзінің мамандығын өмір бойы жақсы көріп өтті. Ол елге істеген еңбегін ешкімге бұлдаған жоқ. Ендеше құрметті көрермен, ел алдындағы құрметтеріңіз арта берсін, рухтарыңыз биік болсын деп тілегіміз келеді. Келесі кездескенше аман есен болыңыздар.